Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Жәрдемақы мен зейнетақы қаншалықты өсті? 2024 жылы 1 қаңтардан бастап ең төменгі күнкөріс деңгейі 43.407 теңге болды. Еңбек және әлеуметтік қорғау комитеті Астана қаласы бойынша департаментінің басшысы Қанат Тоқтыбаевтың айтуынша, айлық есептік көрсеткіш 1 қаңтардан бастап 3692 теңге. Ең төменгі зейнетақы 57.853 теңге. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 43.407 теңге. Базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері 28.215 теңге болды. Жалпы аурудан бірінші топтағы мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақының мөлшері 95.496 теңге. Екінші топтағы мүгедекке 76.000 теңге және үшінші топтағы 52.000 теңге болды. Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша бір асырауындағы адамға берілетін жәрдемақы 39.935 теңгеге, жәрдемақының ең жоғары мөлшері 126.749 теңгеге жетті. Еңбекке қабілеттілігінен айырылу және де асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемдердің мөлшері 7%-ға артады. Мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған анаға немесе әкеге бала асырап алушыға, қорғаншыға, қамқоршыға тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақының және бірінші топтағы мүгедек адамды күтуді іске асыратын адамға берілетін мемлекеттік жәрдемақының мөлшері 69.886 теңге болды.